Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Мен Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қожағали Әсел Нұрдәулетқызы. Бүгін қазақ әдебиеті сабағында сіздермен бірге Мұхтар Әуезовтың өмірі мен шығармашылығына тоқталатын боламыз. Оқу мақсаты: Мұхтар Әуезовтың шығармалары мен өмірі туралы мәлімет беру, оқушылардың ойлау қабілеттерін арттырып, пікір айтуға дағдыландыру, оқушылардың ой еркіндігін, пікірін саралай білуге, тиянақты сөйлеуге дағдыландыру, өз бетімен ізденуге жетелеу, жазушының шығармаларын оқытып, жалпы тіршілік атауының тұтастығын түсіндіріп, әдебиетке деген сүйіспеншілігін оятып, егеменді еліміздің жас ұрпақтарын жан-жақты жетілген адам атына лайық азамат етіп тәрбиелеу. Қазақ: халіңді түземін десең, бесігіңді түзе. Бесігіңді түземін десең, әйелдің халін түзе, дейді Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов эпикалық шығарма жазудың шебері. Эпикалық шығармаларға әңгіме, роман, эпопея, мысал, хикаят жатады. Эпикаға шығарма өзіне тән ерекшелігі олардың негізгі бір мазмұнға құрылуы. Сюжет, композициясы, тақырыбы, көркем бейнелері, яғни көркем компоненттерінің барлығы жатады. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Мұхтар Әуезовтың өмірі, өскен ортасы туралы, өнеге мектебі, орыс-қазақ мектеп семинариясы, жоғарғы оқу орындары туралы, сонымен қатар алғашқы кездегі шығармалары, қорғансыздың күні, адамдық негізі әйел, генлік кебек, жетім, қараш-қараш оқиғасы, драматургиясынан Қаралы сұлу, Бәйбіше тоқал, Қаракөз, Абай жолы ғасырлық туындылар туралы айтатын боламыз. Балалар, қазір біз сіздермен Мұхтар Әуезовтың өміріне негізделген қысқаша видеороликті көруге шақырамын. Мен бұл сөзді неден бастасам екен деп ойлағанда, мынандай бір жай еске түсті. Bir жан әлде бір сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын. Төрт ағелі көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Абайдай данышпанды танып білу үшін, оның туып өскен ортасын, ата тек, туысын танып білу. 2007 жылы қыркүйектің 15 жұлдызында туылыппын. Туған жерім Семей уезіне қараған Тобықты-Ші Шіңгіл жолында. 1902 жылы 5 жасқа шыққан кезім. Көптен аңсаған күнде келіп жетті. Үлкен үйде алғаш сабақ басталды. Қараша үйдің оң жағы. Күн батысқа бет беріп Біләл, Ахмет үшеуміз отыратынбыз. Атам қасымызға келіп, зерлеп отыра беретте, қолымызға бір ши ұстатады. Әлгі ши басында жұқа шай қағаз ілулі. Қағаз бетінде бір белгілер, нұсқалар бар. Таңның атысы, күннің батысы, үлкен үйден шықпаймыз. Түсініксіз әлгі әріптерді жаттаймыз да отырамыз. Кей күндері ми айналып бас қатады. Енді Мұхтар жаңа осы жерде туды дедік, туған жері аяқ қараған деген жер. Жаңағы атасы өзінің күзегі. Міне сол жерде кәдімгі қазақтың қара киіз Мұхтар дүниеге келген. Отырым өз әкем Абай кітабы келеді деп, өзімді көп уақыт бір үлкен сыйлық беретіндей дәмелендіріп жүріп, аяғында қар кетіп, ақ шығып келе жатқанда сол кітапты әкелді. Абайдың өлеңдерін жақсы көрдім. Бәрін ұқпасам да, ұйқасының өзі де қызығатындай әсер ететін. Бірақ әкем ылғи жаттатқанда, қайдағы ұзақ қиын сөздерді беретін. Соның ішінде ат сынынан бастап, Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген өлең сөздерін жаттағанымды білем. Ең алғаш тізені Абайдан көрдім. Өлеңін күндіз де, түнде де жаттадым.
Әкем жаттатып тыңдағаннан басқа ештеңе қоспайды. Көп мақтамайды да. Бірақ білмесем ұрсып та қоятын болды. Анда-санда ғана аса үлкен өлеңді күн-түн жаттап, зорлықпен ғана бірдеңе қып айтып шығатын болғанда сүйсініп мақтаған болатын. Кейде әкесі Мұхтарға разы болып, құс атуға бірге ертіп шығып, атқан құстарын беріп үйге қайтаратын. Мен келгенше бәлен өлең жаттап қой деп тағы да жүк артатын. Сонымен бір қыс, бір жазға таман уақытта Абайды түгелге жақын жаттаған Мұхтар 1906 жылы Семейде Қаныш деген қазіреттің мешітінде мұсылмандық дәріс алады да, артынан орыс оқуын оқиды. Мұхаңның балалық шағында сонау алыстағы ауылдан оқуға келіп, білім алған жері осы Семей қаласы. Қолына қалам алып, жазушылық сапарына аттанатын алғашқы құтты қадамы осы Семейден басталған. Оның көптеген көркем әңгімелері, тұңғыш пьесалары, Еңлік кебек, Ел ағасы, Бәйбіше тоқал Семейде жазылып, Семейде сахналанды. Еңлік кебек ең алғаш 1917 жылы Абайдың әйелі Әйгерімнің аулында сахнаға қойылса, 1922 жылы Орынбор қаласында жеке кітап ретінде басылып шықты. Мұхтардың атын көпшілікке әйгілі еткен Абай журналы болды. Бас редакторы Жүсіпбек Аймауытов еді. Мұқан көбінесе журналист, публицист, ойшыл, философ ретінде көрініп, оның негізгі мақалаларын жазып отырған. Өзім 21-22 жылдары Семейдегі облыстық атқару комитетінің төрағасы қызметін атқарды. Семейде. Осы дәуірінде сұрапыл күшпен шыққан жас саңлақ Мұхтардың әлеумет алдында әдебиетте көріне бастағаны 1917 жылдан былай қарай. Мұхаңның алғашқы ой толғауына көбірек ойысуы оның бір ғана өз басының ерекшелігі деуге болмайды. Мен ең алғаш Шыңғыс тауына барғанда, ол жердің адамдарының жай-күйі маған басқашалау болып көрінді. Ол жердің үлкені де, кішісі де сөзді әдеппен тосып сөйлейді. Кездескенде тыңдайтынымыз данышпан қариялар, шалқыған ақындар. Олар ойларын тебіренте, салмақпен құйылтып, ой қозғайтын толғаулар мен түйінді термелер мен адамды өзіне еріксіз тартады. Шыңғыс тауының әншілерінің өзі кейде кездесетін есер әншілерге ұқсамайды. Адамның жай күйінен шығатын сұлу үнді ойға бөліп, тамылжыған әдемі қоңыр үн мен домбыраға қосады. Ән философиялық толғамдар айтып жеткізгендей ой түсіреді. Ең ақыры жасөспірім балалардың өзі Байрон, Гете, Пушкин, Лермонтовсыз сөйлемей, олардың қазақша аудармасын жатқайтады. Міне Мұхаңның жас күнде тәрбие алып, түлеп ұшқан ортасы осындай еді. Бұл ортаның көпшілігі әрине Абай ұрпақтары, кейін Мұхаңның аяулы достары деп білдім. Мұхтар Әуезов 1897 жылы Семей облысы Абай ауданында дүниеге келген. Алғашында атасы әуезде мұсылманша сауат ашып, хат таниды. Төңкеріс қарсаңында Алаш қозғалысының Семейдегі жұмысына қатысады. 20 жылдары Ленинград университетінде, Ташкенттегі Орта Азия университетінің аспирантурасын оқиды. Бұл жылдары Мұхтар Әуезов әлем әдебиет үлгісімен терең танысып, жан-жақты кемел білім алып шығады. Бұл Мұхтар Әуезовтың қыстауы, бұл үйде Мұхтардың балалық шағы өткен, бұл қыстау кейіннен жөнделіп жазушының мұражайына айналды. Енді Абай жолы романы 15 жылға жуық уақыт жазылды деп айттық. Бірінші томы 1942 жылы шықты, екінші томы 47 жылы, 49 жылы мемлекеттік сыйлық берілді. Үшінші томы 52 жылы шықты, төртінші томы 56 жылы шықты. 1959 жылы Лениндік сыйлыққа ие болды. Абай Құнанбайұлын өте көп зерттеді, себебі жаңа видеодан да көрдік, балалық шағы барлығы Абаймен байланысты, туған жері осының барлығы Абаймен байланысты болғандықтан, ол қазақ халқына, әлемге Абайды таныта білді. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін қазір сіздермен проблемалық полемика ойынын ойнап көрейік. Бірінші сұрақ.
Абай жолы романындағы негізгі кейіпкер Абай. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Мұхтар Әуезов ақын. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Алматы облысында дүниеге келген. Репрессия құрбаны. Расул Гамзатовтың досы. 1906 жылы дүниеге келген. Абай жолы романы 19 ғасырдың екінші жартысында жазылған туынды. Енді қайсысын дұрыс, қайсысын бұрыс деп белгіледіңіздер? Мен былай белгіледім. Яғни, Абай жолы романдағы негізгі кейіпкер Абай. Бұл дұрыс. Мұхтар Әуезов ақын. Жоқ, дұрыс емес. Мұхтар Әуезов жазушы, зерттеуші. Алматы облысында дүниеге келген. Дұрыс емес. Репрессия құрбаны. Дұрыс емес. Расул Гамзатовтың досы. Дұрыс емес. 1906 жылы дүниеге келген. Әрине дұрыс емес. Абай жолы романы 19 ғасырдың екінші жартысында жазылған туынды. Дұрыс. Яғни осылай белгілесеңіздер, онда жарайсыздар. Енді топтастыру стратегиясын қолданайық балалар. Мұхтар Әуезов кім? Мұхтар Әуезовтың шығармалары. Яғни Мұхтар Әуезовтың кім екенін осы жерге қазір сіздер жазып, дәптерлеріңізге көрсетіп кетесіздер. Мысалы, мен былай деп жаздым. Мұхтар Әуезов жазушы, драматург, публицист, әдебиет зерттеушісі. Сіздер тағы да қоссаңыздар болады. Әуезов шығармалары: адамдық негізі әйел, қорғансыздың күні, жетім, еңлік кебек, Абай жолы роман эпопеясы. Сіздер әрине тағы да басқа шығармаларын жазып қосасыздар. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адамын, оны да ойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма дейді. Ғұмыр дария стратегиясы бойынша балалар, осы берілгенді дәптеріңізге түсіріп аламыз. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өмір жолын зерттеген абай танушылар Мұхтар Әуезов, Зейнолла Қабдолов, Қажым Жұмалиев. Мұхтар танушылар Кәкен Оразалин, Мекемтас Мырзахметов, Дүкенбай Досжанов Мұхтар жолы романын жазған. Абай жолы романын орыс тіліне аударып жазған орыстың жазушысы Соболев. Жалпы Абай жолы роман эпопеясы 54 тілге аударылған. Енді бүгін балалар, кімді оқыдық? Танысқан шығармамыз қандай? Берген тәрбиесі қандай? Және сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен енді бұны қысқаша мысалы, кімді оқыдық? Бұлай деп жазын, сіздер басқаша жазсаңыздар, әрине ол құба-құп болар еді. Мұхтар Әуезовті оқыдық, иә? Танысқан шығармамыз Қорғансыздың күні, адамдық негізі әйел, еңлік кебек, жетім, қараш-қараш драматургиясы, қаралы сұлу, бәйбіше тоқал, қара көз, Абай жолы ғасырлық туындысы. Яғни бұлардың барлығы Мұхтар Әуезовтың жазғанын біз сіздермен сабақтың барысында талқыладық. Енді берген тәрбиесі ұшан теңіз, қазақ халқының ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармасын толық мағлұмат беретін, қазақ халқының салт дәстүрін дәріптейтін ұлы шығарманы дүниеге әкелген классик жазушы бұл. Менің көзқарасым қазақ әдебиетінің мәртебесін әлем әдебиеті деңгейіне көтерген біртуар жазушы. Енді балалар, біз сіздермен қазір үй тапсырмасына оралмас бұрын Мұхтар Әуезов туралы 10 деректі талқылап өтейік.
Үйге тапсырма балалар. Мұхтар Әуезовтің өміріне хронологиялық таблица жазып келу. Абай жолы романындағы Шытырманда бөлімін оқып, жоспар құру. Бүгінгі сабақ ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.